Қай, мен больницаға барып, мамамды емдетіп келемін. Больница өзі қаяқта еді, скорге Не? Далы тас қараңғы болып кеткен ба? Тоқта, мынау не? Ішіне барып көрсем бола ма екен? Жаңадан ашылды деп әуре алып жатыр еді ғой. Жарайды, енді барып көрейін. Не болды соншама? Ана жерде менің досым жүр, ол досым. Дос болмаймын мен ол доспен. Оның ішінде не бар? Оны аяқта жұмыс істеуге бола ма? Оны ашуға бола ма? Қатты ғой, кнопкасы. Онда бастығы ғой, короче. Анда екінші этажында не бар екен? Екінші этажында свет өшеді екен. Свет қайттан жанады. Брюхевен достар өзгеріп кеткен екен, Брюхевен қаласы. Мен тезірек үйге барып шашып алайын. Айтпақшы, мамам деген больницада жатыр еді ғой. Қош, сосын бәрі мамаға звондап айтып қоя салам. Бірінші үйіме баруым керекпін ғой. Адам деген сөйтеді, қарным айтпайшы. Ашып қалды. Мен мамам айтатын, тамақты сен көп жей деп. Сосын балеринаға қатыстырмайын деп. Бір мамамда еріккен. Бопты, жарайды. Мәші үйіме жеттім. Айтпақшы, мамам қазір бір адамды жібереді көршіма. Сол бала алып келеді, ол маманың баласы ғой, енді мен сіңілім, туған сіңілім дегенде ғой. Есікті құлыптай салайын. Сосын тамағымды тезірек ішейін. Таң атпастан жүрдім, тезірек тамағымды ішіп ұйықтап алуым. Әлі бала қараймын, мен мама болдым ғой, мама, тезірек тамағымды дайындайыншы. Тамағымды ішіп болдым. Тоқтан, звондап жатыр, тағы да көршіма. Телефон диванда ұмытып кетіппін ғой, алайын. Сәлематсыз ба? Не болды? Сіздің мамаңыз Гуля тәте емес па? Я, менің мамам ғой. Сол айтамын, маған айттым. Соған жарайды, мен бомж болып тұрдым, сосын мені естеді. Мен отбасыңызға асырап алыңыздаршы. Жарайды, бопты. Үйге кіре бер, қорықпа, кіре бер. Кіре бер. Науың деген қорқып жатыр ғой. Болды, жылама, я? Жылама. Мен саған тамақ берем. Отыр, яма, кел, мен сені көтеріп алам. Келе ғой. Осы жаққа отыра ғой. Енді мен саған тамақ әкеліп берем. Не болды екен? Тамағыңды ішіп алдың, қуандың ғой, я? Я, рахмет сізге көп. Тәтем боласыз ба менің? Сіздің мамаңыз менің мамам болады. Жарайды, қазір менің бөпе сіңілім бар ғой. Соны алам, сосын соны алып болған сойын, сен уже кетіп қалғаныңшы. Жарайды, мен балам дей берем. Айтпақшы, мен мектепте класстастарым күтіп қалған сияқты ғой. Бүгін мектебіне бармағаныма өкінем. Мама да бір жаққа кетем, балаларды қара, больницаға емделем деп. Папам 100 000 ақша сап жерді маған, больницаға емдел деп. Жарайды, бопты, тезірек баланы алып келу керекші. Көршіде бермей отыр ғой. Бермей, мамаңа звонда деп. Тезірек алып келейінші. Все болды, алып келдім. Тезірек есікті ашайын, ойбай. Үйге кірдім, қазір мама да келіп қалатын жер, есік ашық тұра берсін. Екінші этаж емес. Осы жаққа жатшы сен. Нервымды ұстаттым. Үшімші, Бергел, диванға лақтырып жеттім. Бергел! Шынды, осы жаққа жат бұл. Бол жат. Жат. Все, бол жаттың. Енді мен ана қыз тексеріп берейін, тәкі лифт астыға. Енді сегіріп істегенімші. Айтпақшы, достар, мен
Лифт өзі қуып қалған ғой. Мән бермей ақ қой. Лифт қуат. Так. Айтпақшы, мен секіру жарысынан қатысамын мектепте. Барлығы айтады, не үшін сен биге қатыспайсың дейді. Қыздар айтады. Ал ұлдар мен мазақтайды. Сен ұлсың деп. Ой, өздеріңе қарап алыңдаршы дедім ғой. Уже сән деп тастадым ана қыз. Ой, ұнады ма бөлмең? Ұнаған онда бұған. Молодец, күштілеп сәндепті. Өзі сен өнерлі қыз екенсің ғой, а? Біздің заттарымызды ұрлап деп, бірақ сонда да күшті жасайды екенсің. Мен мына кровать алып қоям дегенмін. Мамайым екеуміз осы жаққа жатамыз. Қайда кеттің? Нағыз қайда кетті? Бөпені орнына мен болам дейма. Ой, қойшы мына диванымды қазір тезірек компьютермен заказ беруім керекпін. Так, ой, отыра алмай жатырмын ғой мына жерден. Еще тезірек қосу керек мына компьютерді. Қосайық. Ой, короче, істемей жатырмын ноутбукты. Жаңа ноутбук сатып алу керек. Так, заказ беру деген қайда? Ой, өлең әлі бітпеді ма? Заказ келді деп тұр. Қоңырау басып тұр. Заказ келді деп тұр компьютердан ше. Тезірек түсіп, сол немді. Ойбай! Лифтті жоғарға көтеру керек та. Деп бұлай ақ түсе салайыншы. Енді мен секіру жарысына қатысқанмын. Сол үшін биіктіктен секіремін. Лиза, сен тыныш отыр, мен қазір заказымды алып келем. Если что, достар, екінші часть күтіңіздер. Всем пока.